Жай бөлшектерге есептер. Бірінші ереже. Санның бөлшекпен берілген бөлігін табу үшін санды сол бөлшекке бөліміне бөліп, нәтижесін бөлшектің алымына көбейту керек. Мысал ретінде қарастырайық. Сыныптағы 24 оқушының 3/2 бөлігі спорт секциясына қатысады. Қанша оқушы спортпен айналысады? Сонда 24-ті бөліміне бөлеміз алдымен. Бұл шыққан сан 8. Енді шыққан санды алымына көбейтеміз. 8 көбейтілген 2, 16. Сонда сыныптағы 24 оқушының 16-сы спорт секциясына қатысады деген сөз. Екінші, бөлшекпен берілген бөлігі бойынша санды табу үшін бөлшекке сәйкес санды бөлімнің алымына бөліп, нәтижесін бөліміне көбейту керек. Басқа сөзбен айтқанда, сыныптағы 24 оқушының 3/2-сі спорт бөлігіне секциясына қатысады. Қанша оқушы спортпен айналыспайды деген сөз. Егерде мынаны шығарудың көптеген түрі жолдары бар. Бірінші жолы, қараңыздар. Мынау егерде барлық оқушы болса, оны 3-ке бөлеміз, 3 топқа. Әр топта сонда 24 оқушыдан 8 оқушы болады. Егерде 3/2-сі спортқа қатысса, 3/2-сі спортқа қатысатын болса, мысалға мыналар спортқа қатысса, мыналар. Онда бір бөлігі спортқа қатыспайды деген сөз. Оны қалай шығарамыз? Ең бірінші, 24-тен ол. Ең алдымен 1 минус 2 бөлінген 3, не болмаса 3-тен 1 бөлігі ол спорт секциясына қатыспайды деген бағанамен алып аламыз. Сосын 24-ті 3-ке бөлеміз, шыққан нәтиже 8, 8-ді сосын 1-ге көбейтеміз. Не болмаса 8 бала спортқа қатыспайды. Мысал шығарып көрейік. Олимпиадаға қатысқан оқушылардың 6 оқушы жеңімпаз атанды. Бұл жарысқа қатысқан барлық оқушылардың 3-тен 1-інде. Олимпиадаға неше оқушы қатысты дейді. Бұны шығару үшін сонда барлық жарысқа қатысқан оқушылардың 3-тен 1-інде бірінші жолмен шығарып көрейін. 3-тен 1 болса, онда шеңберді 3 бөлікке бөлесіздерде, мына жерде 6 оқушы бар. Бұл жеңіске жеткендер. Мынау 6 оқушы бар, және 6 оқушы бар. Барлығы өздеріңіз көріп тұрсыздар, 18. Не болмаса, басқа сөзбен айтқанда 6 оқушыны көбейтеміз 3-ке, барлығы 18, және осы шыққан 18-ді бөліміне көбейтіп, алдына бөлу керек. Бұл жерде 18 тең болады 18-ге. Енді екінші мысал. Ернұр 18.000 километр қашықтағы университетке бармақшы болды. Осы қашықтықтың 6-тан 4 бөлігін Эйр Астана ұшағы арқылы ұшты, қалған Люфтханза арқылы ұшты. 18.000 километрді ең алдымен 6-ға бөлеміз. Бұл дегеніміз 3, 18, 0, 0, 0. Не болмаса 3.000. Арғара 3.000-ді көбейтеміз 4-ке. Бұл дегеніміз 12.000. 12.000 километрді Эйр Астана арқылы ұшты, қалған Люфтханза. Сонда Люфтханза арқылы 18.000 километрді азайтамыз 12.000-нан 6.000 километр. 6.000 километрді Люфтханза ұшағы арқылы ұшты деген сөз арқылы түсінуге болады. Бақылау сұрақтары. Жай бөлшектерге қатысты есепте санның бөлшекпен берілген бөлігі қалай табу керек? Жай бөлшектерге қатысты есепте бөлшектің берілген бөлігі бойынша санды табу керек.